Дипломмен қатар жұмыс орнын жоғарғы оқу орнынан қатар алып шығуды көздеген жастар бүгінде белсенді жұмыс істеуге кіріскен. Олар тек қана өздерінің жұмыс орнын дайындап қана қоймай, қосымша жұмыс орнын құрмақ. Бұндай идеялардың кәсіпкерліктің дамуына да септігі болары сөзсіз. Мәселен, осындай жас инноватор Владимир Тюлин тұрғын үйлерді сумен жабдықтайтын құралдардың санын 30% азайтатын тәсіл іздеу үстінде. Мы предлагаем отрезать эту воду от унитазов, образно говоря, от бачков от унитазов, и использовать эту воду через фильтр грубой очистки, через подвал, через насос подавать. Получается, с ванны раковин ваша же вода будет использоваться для слива в унитаз. Это вторичное использование, экономия на 30% получается денежных средств. Ну, как коммунальные услуги у нас каждым годом растут, поэтому каждый пенсионер и все смогут просто экономить денежные средства на этом. Ал Виктор Камикин бастаған тағы бір топ Баянауыл аңыздары деген атпен жергілікті жабайы дәрілік өсімдіктердің бірыңғай коллекциясын жасауда. Студенттерден құралған бұл команда жергілікті флораны 10 жылдан астам зерттеген. Жалпы Павлодар облысында дәрілік шай жасауға болатын өсімдіктің 190 түрі өсетін көрінеді. Причем многие из этих растений, они являются забытыми рецептами, которые испокон веков казахи использовали для различных целей, и как напиток согревающий, и как лекарственное средство. Но эти рецепты были забыты. И вот наша идея в том, чтобы, во-первых, возродить те имеющиеся, но забытые рецептуры, а во-вторых, популяризировать идею фиточаев. Студенттер дәрілік өсімдіктерді зерттеп қана қоймай, дәрі жасаудың ежелгі рецепттерін тану үстінде. Олар өткенді танып қана қоймай, оны қазіргі уақытта да іске асыруды көздеп отыр. Дәрілік шай біздің нарықта тек қана сырттан әкелетіні жасырын емес. Осылайша павлодарлық студенттер әртүрлі салада кәсіпкерлікті дамытуды қолға алу үстінде. Жанасыл Серікбол, Мұрат Әбілмәжит, Нияз Смағұл, Ертіс Информ.